Түнгі 11-де мен басқа адам боламын. Күндіз Айнұр. 45 жастағы жесір келін, ателье тігіншісі. Енесінің қолында 19 жыл тұрған, ешкімге бір ауыз жаман сөз естіртпеген келін. 6-де Динара. Басқа аты, басқа көйлегі, басқа ауданы бар әйел. Такси шақырамын. Қаланың арғы шетіне барамын. Терезесінде қызыл шам жанып тұрған жерге кіремін. Бөтен еркектермен сөйлесемін, күлемін, қолдарын ұстаймын. 19 жыл бойы солай. Көрші қолаң не ойлайтынын білемін. Олар жесір шыдамаған дейді. Ал мен сол жерге еркек іздеп бармаймын. Мен ол жерден еркек іздемеймін. Мен бір адамды іздеп жүрмін. Ал оны бетінен емес, қолынан танимын. Бұл әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Өйткені сол жүзікті тапсам, күйеуімнің соңғы түні не болғанын білетін едім. Күндізгі өмірімнен бастайын. Мен ателье тігіншісімін. Таңғы 8-де ашамын, кешкі 6-да жабамын. Қолым жеңіл дейді. Тойға көйлек тіксем, келіншектер кезекке жазылады. Үйде енем бар, Күлән апа. 77 жаста. Аяғы ауыр, таяқпен жүреді. Таңертең дәрісін мен беремін, кешке аяғын мен уқалаймын. 19 жылда бір күн қалдырған емеспін. Мен оны апа деймін, ол мені қызым дейді. Көрші қолаң мені мақтайды. Мынау Айнұр ғой, дейді олар. Күйеуі өлгенде 26-да еді. Кетуіне болатын еді, кетпеді, мұндай келін қазір жоқ. Мен басымды изеймін де кетемін. Мен 45-ке келдім. Бірақ айнаға қарасам, өзімді әлі де танимын. Белім жіңішке қалды, иығым тік, шашым әлі қара, бояған емеспін, өзі солай. Тігінші болғандықтан өз көйлегімді өзім тігемін. Сондықтан өз денемнің әр өлшемін жатқа білемін. Ателье келіншектері таңғалады. Айнұр, 45-те мұнандай бел қайдан? Мен күлемін де қоямын. Күндіз мен ұзын, бос көйлек киемін. Түсі қара немесе қоңыр. Денем көрінбейтін көйлек. Жесір келін өзім жасырып жүруі керек. Ал кешке шанды сөндіріп жатқанда, кейде өз қолымды өз иығыма қоямын. Тек сезу үшін. 19 жыл бойы маған бірде-бір адам жақындаған жоқ. Ешкім қолымды ұстаған жоқ. Ешкім шашымнан иіскеген жоқ. Адамдар жесірдің жүрегі ауырады деп ойлайды. Ауырады. Бірақ ешкім айтпайтын тағы бір нәрсе бар. Дене де жалғызсырайды. Дене де есіне алады. Дене де сырайды. Ал сен оған ұят дейсің. Күнде айтасың. Жылдар бойы айтасың. Бір күні ол тыңдамай қояды. Күйеуімнің аты Ерсін еді. Жүк көлігін жүргізетін. Ұзын бойлы, ақ жүзді, әрқашан асығатын адам. Күлгенде көзі жұмылып қалатын. Біз 3 жыл бірге тұрдық. Ол қараша айының 14-ші жылдызында кетті. Сол күні кешке ол жиналып жатты. Түнде жолға шығатын. Жүзі шашаңқа еді. Айнұр, деді ол есік алдында. Мен таңертең қайтамын. Ертең сөйлесеміз. Маңызды әңгіме бар. Қандай әңгіме? Ертең. Ол мені құшақтады. Ұзақ құшақтады. Мұндайды бұрын істемейтін. Сосын саусағындағы жүзікті шешті. Ерсінің қолында әкесінен қалған күміс жүзік бар еді. Жиегі жалпақ, үстінде 2 сызық, ішкі жағында әріптер ойылған. Ол оны ешқашан шешпейтін. Жуынғанда да, жұмыста да. Шешті де қалтасына салды. Неде шештің? Жолда қолым үсіп кетеді, деді ол. Маған қарамай айтты. Сол сөз. Сол қарамай айтқаны. Ол кетті. Түнгі 3-те телефон шырылдады. Оны Балқаш жолының 119-шы шақырымынан тапты. Көлік жолдан шығып төмен құлаған. Жанып кеткен. Маған денесін көрсетпеді. Тек заттарын берді. Телефоны, әмияны, белбеуі, аяқ киімі. Жүзік жоқ еді. Мен полицейден сұрадым. Оның саусағында күміс жүзік болатын, немесе қалтасында. Қайда? Ол қағазына қарады. Тізімде жоқ.
іздеңіздер. Апай, ол жерде от болған, кейде заттар қалмайды. Бірақ мен білемін, от күмісті жоя алмайды. Күміс балқығанмен жоғалмайды. Ол кезде мен ол жүзік туралы көп ойлаған жоқпын. Жерлеу болды, жоқтау болды. Мен 5-ші айымда 2 қабат едім. Бәрі қырқында басталды. Қырқым беріп қонақтар тарады. Мен ыдыс жуып тұр едім. Телефон шырылдады. Бейтаныс нөмір. Әйел даусы. Жас емес, кәрі емес. Асығып сөйледі. Даусы дірілдеп тұрды. Айнұр ба? Иә, кімсіз? Тыңда, Ерсіннің күміс жүзігі бар еді ғой. Оның қолында, менің қолымдағы тәрелке сынып қалды. Иә, сіз оны қайдан білесіз? Сол жүзік қазір кімде болса, деді ол. Сол оның қалай өлгенін біледі. Не дедіңіз? Ол жол апаты. Мен саған ештеңе айтқан жоқпын. Тоқтаңыз, сіз кімсіз? Айтыңызшы. Тұтқа тасталды. Мен ол нөмірге сол түні 20 рет қоңырау шалдым. Өшірулі. Ертеңіне өшірулі. Аптадан кейін мұндай нөмір жоқ. Ол дауыс содан бері менің құлағымда тұрды. Ертеңіне полицияға бардым. Тергеуші жас жігіт екен. Мені тыңдады, қағазын ашты. Апай, іс жабылған, жол апаты. Куә бар, қарсы жүрген көлік көрерген. Ерсін ұйықтап кеткен деп есептеледі. Маған қоңырау шалды. Кім? Білмеймін, әйел. Нөмірі бар ма? Мен нөмірді көрсеттім. Ол тексерді. Тіркелмеген нөмір. Апай, мұндай қоңыраулар жиі болады. Адамдар қайғылы отбасын мазалайды. Кейбіреуі ақша сұрайды, кейбіреуі жай ғана ауру. Ол ақша сұраған жоқ. Апай, деді ол жұмсақ дауыспен, сіз 2 қабатсыз, өзіңізді сақтаңыз. Мен үйге қайттым. Күлән апаға айттым. Ол мені соңына дейін тыңдады. Сосын таяғымен еденді бір ұрды. Тоқта, деді. Өлгеннің артынан сөз қума. Ол қайтпайды. Ал сенің ішінде оның баласы бар. Бұл әңгіме осымен бітті. Ол сол күні маған бірінші рет дауыс көтерді. Мен үндемедім. Бірақ ішімде бір нәрсе бекітіліп қалды. Ұлым наурызда туды. Атын Дархан қойдым. Ерсіннің әкесінің аты. Күлән апа сол күні бір оқ сөз айтты. Енді сен осы үйдің адамсың. Еш қайда кетпейсің. Бұл сұрақ емес еді. Мен қалдым. Ерсін кеткеннен кейін 1 жыл өтті. Сол күзде Ателия әріптесім Гүлмираның туған күні болды. Мені сүйреп апарды. Қаланың арғы шетіндегі кафе. Түнгі 1. Мен бұрышта отырдым. Ішкен жоқпын. Тек шай. Сосын көзім түсті. Бір үстелде 2 еркек отыр екен. Біреуі даусын көтеріп, қолын сермеп сөйлеп жатты. Оң қолының шынашағында күміс жүзік бар еді. Жиегі жалпақ, үстінде 2 сызық. Сол жүзік кімде болса, сол оның қалай өлгенін біледі. Мен орнымнан тұрдым. Аяғым дірілдеп кетті. Соларға қарай жүрдім. 5 қадам қалғанда мозга күшейді. Көпшілік орнынан тұрып, орта жерге шықты. Мен адамдардың арасында қалып қойдым. Итеріп өттім. Стивандельге жеттім. Стел көсеті. Есікке жүгірдім. Дағы адрескі. Тап тұрған көлік жоқ. Ешкім жоқ. Мен сол қардың үстінде жұқа көйлекпен ұзақ тұрдым. Ол түні мен бір нәрсені білдім. Телефондағы әйел өтірік айтпаған екен. Жүзік бар. Жүзік осы қалада. Ал оны тағып жүрген адам Ерсіннің соңғы түнін білетін жалғыз адам. Ертеңіне кафеге күндіз бардым. Даяшыдан сұрадым. Ол иығын көтерді. Апай, мұнда күніне 100 адам келеді. Мен келесі аптада қайта бардым. Одан кейін тағы. Сосын басқа кафеге бардым. 3-ші, 4-ші осылай басталды. Мен бір нәрсені түсіндім. Күндіз мұндай жерлерде ешкім болмайды. Ал түнде жалғыз отырған әйелге міндетті түрде
біреу келеді. Ал маған дәл сол керек еді. Еркек өзі келеді, өзі отырады, қолын үстелге қояды. Ал мен оның қолына қараймын. 19 жыл бойы мен еркектердің қолын қарадым. Түнде мен басқаша киінемін. Шкафтың түбінде, жаздық заттардың астында бір қалта бар. Күлән апаның қолы ол жерге жетпейді. Ішінде қою көк көйлек. Оны өзім тіктім. Бір түнде ол ұйықтап жатқанда машинаның дауысын шүберекпен басып отырып тіктім. Ол көйлек денеге жабысып тұрады. Иығы ашық. Мен оны кигенде бөтен әйелге айналамын. Шашымды жіберемін. Ерніме қызыл помада жағамын. Су сеуіп қоямын. Ол да сол қалтада тұрады. Өйткені үйде мұндай иіс болмауы керек. Сосын айнаға қараймын. Ол жерде Айнұр жоқ, Динара тұр. Ал көлікке отырғанда жүргізуші айнадан қарайды. Бірінші рет байқағанда қызарып кеттім. Терезеге қарап, көйлегімнің етегін түсіріп қойдым. Бірақ сізге бір шындықты айтайын. Ұнайды. Маған көптен бері ешкім қараған жоқ. Ал сол қараған көзді сезгенде ішімде бір нәрсе ояна бастайды. Сол сәтте мен тірімін. Таңертең үйге кірем, көйлекті шешем, помаданы сүртем, ұзын қомыр көйлекті кием. Күлән апаның аяғын уқалаймын, ал ішімде бір дауыс. Ят. Егер осы уақытқа дейін тыңдап отырсаңыз, рахмет сізге, арнаға тіркеліп қойыңыз. Ал енді әңгіменің ең қиын жеріне келдік. 35-імде мен Санжарды кездестірдім. Мен ол кафеге 3-ші рет барғанда ол келді. 35 шамасында. Иығы кең, қолы үлкен, даусы жай, асықпайтын дауыс. Отырды, сөйледі. Мен қолына қарадым. Жүзік жоқ. Тұруым керек еді. Тұрмадым. Ол келесі аптада тағы келді. Айдан кейін тағы. 2 жылдай солай. Ол мені Динара деп атайтын. Мен қайда тұратынымды, кім екенімді айтқан жоқпын. Ол сұраған да жоқ. Ал бір түні ол менің қолымды алды. Аударып, алақаныма қарады. Сосын саусақтарын білегімнің ішкі жағымен ақырын жүргізді. Бір-ақ рет. Менің денем қалтырап кетті. Ятта, жесір келін деген 2 сөзде бәрі сол секундта менен ұшып кетті. Мен көзіртімді жұмдым. Ол еңкейді. Иығыма таяу келді. Ісін сектім. Динара, деді ол ақырын. Кетейік. Мен көзімді аштым. Оның қолында жүзік жоқ еді. Кешір, дедім. Ол ренжіген жоқ. Тек орнынан тұрып шайын ішіп болды. Сосын маған қарады. Сен маған 2 жылдай келесің, деді ол. Бірақ маған қарамайсың. Сен менің қолыма қарайсың. Менің ішім мұздап кетті. Не? Бірінші түні байқадым. Сен бөлмеге кірген бойда еркектердің қолына қарайсың. Бір-бірлеп. Сосын біреу жанына отырсаң да, көзің қолында. Ол еңкейіп менің көзіме қарады. Динара, сен кімді іздеп жүрсің? Мен айта жаздадым. Сол сәт бәрінен жақын еді. Ауыз аштым. Ал сол кезде ол қосып қойды. Мен саған көмектесе аламын. Мұнда мені бәрі таниды. Тек айт. Сол сөз мені тоқтатты. Өйткені мен түсіндім. Егер айтсам, ол іздей бастайды. Ал ол іздей бастаса, жүзікті тағып жүрген адам естиді. Естісе, жоға қалады. Ешкімді, дедім. Мен ешкімді іздемеймін. Ол ұзақ қарап тұрды. Сосын басын іздеді. Сол түннен кейін ол келмеді. Мұның бағасы болды. 35-інде базарда көрші үйдің келіншегімен бетпе-бет кездестім. Ол маған бір күлді. Сол күлкіні мен әлі ұмытқан жоқпын. Сөз жүрді. Айнұр деген түнде қайдағы бір жерлерге барады екен. Жесір ғой, шыдамаға қанда. Мен тіс жармадым. Ақталған жоқпын. Өйткені ақталсам, шындықты айтуым керек еді.
Ал күйеуімнің жүзігін тағып жүрген адамды іздеп жүрмін деген сөзге кім сенеді? Ал бір адам бар, ол өспей тұрғанда бәрін көрді. Дархан 13-ке келгенде түнгі 1-де үйге кірдім. Ол ас үйде отыр екен, шамды жақпаған. Сен қайда бардың? Гүлмираға. Гүлмира жексенбіде ауылға кеткен. Мен үнсіз қалдым. Ол сол күні маған бір ауыз сөз айтпай бөлмесіне кірді. Одан кейін 4 жыл бойы менен ештеңе сұраған жоқ. Бірақ түнде киінгенде оның бөлмесіндегі шамның сөнгенін байқайтынмын. Ол ұйықтамайтын, тыңдап жататын. 10-шы жылы мен барлығын тастай жаздадым. Қараша айы еді. Мен зиратқа бардым. Ерсіннің басына жеткенде тоқтап қалдым. Тас түбінде гүл жатыр. Қызыл гүл, жаңа, мұз қатпаған. Мен ол гүлді әкелген жоқпын. Күлән апа зиратқа шыға алмайды. Дархан мектепте. Күзетшіні іздеп таптым, қарт кісі. Ағай, анау Ерсін Дәулетовтың басына кім гүл қойды? Бір ер адам, деді ол. Жылына 1 рет келеді, осы айда. 10 жылдай болды. Менің тынысым тарылып кетті. Кім ол? Аты кім? Айтпайды. Келеді, отырады, темекі шегеді, кетеді. Жасы қанша? 50-ден асқан. Қолында таяғы бар, ақсаңдап жүреді. Мен сол күні қар үстінде отырып қалдым. 10 жыл. 10 жыл бойы бір адам менің күйеуімнің басына келіп отырған. Ал мен түнде қаланы кезіп жүрмін. 10 жыл бойы ол менен 1 километр жерде болған. Келесі жылы қарашада мен зиратта күттім. 3 күн бойы. Ол келмеді. Күзетші кейін айтты. Ол менен 2 күн бұрын келіпті. Өткен көктемде Дархан 19-ға толды. Ол енді университетте оқиды. Бойы Ерсіннен де ұзын. Күлгенде көзі жұмылады. Сәуірдің аяғы еді. Мен әдеттегідей киініп жатыр едім. Есік ашылды. Апа, отыршы. Мен отырдым. Мен бүгін сенімен бірге барамын. Дархан, мен саған 6 жыл сұрақ қойғам жоқпын. Бірақ енді мен ер адамын. Мен білуім керек. Ол сен ойлағандай емес. Онда мені ертіп бар. Мен қараңғыда ұзақ отырдым. Сосын орағымды алдым. Жүр, дедім. Мен әдеттегі орныма отырдым. Дархан 2 үстел әрі отырды. Маған қарамай отырды. Мен оның ялғанын білдім. Ал өзім жерге кіріп кете жаздадым. Жарты сағаттан кейін маған біреу келді. Отырды. Әңгіме бастады. Мен қолына қарадым. Жүзік жоқ. Ол кетті. Екіншісі келді. Үшіншісі келді. Мен әр жолы қолға қарадым. Дархан әр жолы соны көрді. Түнгі 1-де ол орнынан тұрып менің үстеліме келді. Апа, сен қолдарына қарайсың. Неге? Мен басымды көтердім. 19 жылда 1-ші рет айтайын деп ауыз аштым. Дәл сол кезде артымнан дауыс шықты. Айнұр ма? Мен бұрылдым. 60-тан асқан еркек, шашы аппақ, қолында таяқ. Айнұр ғой сен, Ерсіннің әйелі. Сіз кімсіз? Мұрат, мен Ерсінмен бірге істегем. Бір гараж, бір жол. Мен оның қолындағы таяққа қарадым. Сосын аяғына. Ол ақсап тұр екен. Сіз зиратқа барасыз ба? Дедім. Дауысым өзіме бөтен естілді. Ол сәл кідірді. Барамын, жыл сайын. Мен орнымнан тұрдым. 19 жыл. Мен сізді 19 жыл іздедім. Ол Дарханға қарады. Ұзақ қарады. Мынау Ерсіннің баласы ма? Иә. Ол отыра кетті. Қолы дірілдеп кетті. Ал мен сені 18 жыл іздедім, деді ол. Мұрат сол түні бәрін айтты. Ерсін кеткен түні мен онымен бірге едім. 2 көлік жүрдік. Мен алдында, ол шәйге қарап отырды. Сен оның қатты ауыратын білдің бе? Не? Ол сол жылдың көктемінде дәрігерге барған. Мен апарғам. Ішінде ісік бар екен. Кеш еді. Менің құлағым шымылдап кетті. Ол маған айтқан жоқ. Айтады деп ойлағам, деді Мұрат.
ол саған айтқысы келді. Ертең айтамын деді маған, сол сапарынан келгенде. Ертең сөйлесеміз, маңызды әңгіме бар. Ал апат, дедім. Ол ұйықтап кеткен деді, ол шаршаған, ол ауырған, ол дәрі ішкен. Мен сол сұрақты 19 жыл өзіме қойдым, деді Мұрат. Мен алдында жүрдім. Айнадан оның шамын көріп келе жаттым. Ол шайын ысырып қойды. Түн ортасында ол маған рациямен айтты. Мұрат, көзім бұлдырап тұр. Дәрі іштім, соның әсері болар. Аздекап баяулайын деді. Мен, тоқта, демал дедім. Ол, жарайды деді. Мұрат үнсіз қалды. Соңғы сөзі сол болды. 15 минуттан кейін айнадан қарасам шам жоқ. Ол қолымен бетін сипады. Мен қайта айналдым, кешедім. Ол ұйықтап кеткен жоқ, Айнұр. Ол ауруынан есінен танған. Мен мұны полицияға айттым. Олар қағазға жол апаты деп жазып қойды. Ал мен саған айта алмадым. Кетер алдында ол маған бір нәрсе берді, деді Мұрат. Ішкі қалтасына қолын салды. Шүберекке оралған кішкене түйіншек шығарды, істерге қойды. Мен оны ашпай тұрып, не екенін білдім. Күміс жүзік, жиегі жалпақ, үстінде 2 сызық. 19 жыл. Ол не деді, дедім. Мұрат, мұнаны сақта. Егер мен қайтпасам, ұлыма бересің, бірақ 20-ға толғанша берме. Ал әйеліме әзірге көрсетпе, ол мұны түсінбейді, азап шегеді. Мұрат басын шайқады. Ол сені азаптан қорғадым деп ойлады. Ол қандай азап жасап кеткенін білмеді. Сіз оны таққансыз, дедім. Мен көргем, 1 жылдан кейін, осы жерде. Мұрат маған қарады. Сен ол жерде болдың ба? Сізге 5 қадам қалғанда музыка күшейіп кетті. Мен адамдардың арасында қалдым. Ол ұзақ үнпауырыс отырды. Мен оны тағып жүрдім, деді ақыры. Үйде сақтаса жоғалады деп қорқтым. 18 жыл саусағымда болды. Тек былтыр саусағым жіңішкеріп, шешіп қойдым. Мен басымды көтердім. Сіздің әйеліңіз болды ма? Оның жүзі өзгерді. Сәуле, ажырастық, 15 жыл болды. Ол маған қоңырау шалды, дедім. Ерсіннің 40-ында. Жүзік кімде болса, сол оның қалай өлгенін біледі, деді. Мұрат көзін жұмды. Сәуле мені сол кезде күдіктенген, деді ол ақырын. Ол менің басқа адамның жүзігін тағып жүргенімді көрді. Мен айтпадым. Ерсін, ешкімге айтпа деген. Ал ол өз ойымен қалды. Ол мені Ерсіннің өлімімен байланысты деп ойлады. Ол маған қарады. Көзі қызарып кеткен. Ол сені де азапқа салғысы келген шығар. Ал мен білмедім. Ол маған тек ажырасарды айтты. Неге маған әкелмедіңіз, деп сұрадым. Ол шайын ысырып қойды. Мен келдім, Айнұр. Қашан? Ерсін кеткеннен кейін 1,5 жыл өткенде. Дәл сол үйге бардым. Жүзікті беруге ме? Ол 20-ға толғанша берме деген ғой. Жоқ, деді Мұрат. Мен сенің қайда тұратыныңды біліп қою үшін бардым. 20 жылдан кейін іздеп жүрмейін дедім. Есікті шешең ашты. Күлән апа? Иә. Мұраттың жүзі қатайды. Ол маған не деді, білесің бе? Айнұр мұнда тұрмайды. Ол баласын көтеріп туған жағына кетті. Мекен жайын білмеймін. Ас үйдің шуы алыстап кеткендей болды. Мен сендім, деді Мұрат. Неге сенбеймін? Ол Ерсіннің шешесі. Облыстан іздедім, таппадым. Сосын жылына 1 рет зиратқа баратын болдым. Сені сол жерден кездестірермін деп. Мен де сізді сол жерде күттім, дедім. 9 жыл. Мен қарашаны 10-сында барамын. Ол күні Ерсіннің туған күні. Мен күлдім. Сосын жыладым. 19 жыл. Екеуміз бір адамды бір зиратта әр түрлі күні күтіппіз. Мен жүзікті алдым. Салмағын білдім. 20 грамдай ғана. Ішкі жағым оқыдым. Ерсіннің әкесінің әріптері бар еді. Оны мен білетімін. Ал астында
бұрын байқамаған тағы бір жазу бар екен, майда әріппен. Оны оқығанда жүрегім тоқтап қалғандай болды. Айнұр, кешір. Мұрат менің бетіме қарады. Ол оны сол көктемде ойдырды деді. Дәрігерден шыққан күні. Мен онымен бірге болдым. Ол қолымды ұстады. Ол жүзікті сол сапарынан келгенде саған беретін еді, Айнұр. Ертең дегені сол болатын. Үйге таңғы 5-те қайттық. Дархан жол бойы бір ауыз сөз айтпады. Тек кіре берісте тоқтады. Апа, мен сені 13 жасымнан бері жаман көрдім. Білемін. Ал сен бір ауыз айтпадың. Айтсам, сенбейсің деп ойладым. Ол маған қарады. Мен саған әлде қашан сенер едім. Сол сөз мені сындырды. Мен есіктің алдында өз баламның көзінше жыладым. 19 жылда бірінші рет. Күлән апа ас үйде отыр екен. Шамды жақпаған, таяғы тізесінде. Ол бізді күтіп отырған сияқты еді. Мен жүзікті үстелге қойдым. Дыбысы қатты шықты. Ол оған қарады. Көзін жұмды. Сіз білдіңіз, дедім. Ол көп уақыт үндемеді. Сосын сөйледі. Дауысы жұқа. Ол келді. Есіктің алдында тұрды. Ерсіннің аманаты бар, деді. Неге қуып жібердіңіз? Себебі мен қорықтым, қызым. Неден? Сенен. Мен түсінбей қарадым. Сен 26 жаста едің, деді ол. Әдемі едің. Егер ол жүзікті алсаң, Ерсінді жерлеп бітірер едің. Ал жерлеп бітірсең кетер едің. Күйеуге шығар едің. Ал Дарханды өзіңмен бірге алып кетер едің. Оның даусы сынды. Менде Ерсіннен қалған ештеңе жоқ еді. Тек сол бала. Мен қабырғаға сүйендім. Ал телефондағы әйел, сіз одан да білдіңіз бе? Білдім, деді ол. Мен саған қума дедім. Сен қумадың деп ойладым. Ол көзін көтерді. Іші қып-қызыл. Ал сен 19 жыл түнде қаланы кезің. Мен білдім, қызым. Мен әр түні білдім. Есіктің ашылғанын да, жабылғанын да естідім. Неге тоқтатпадыңыз? Тоқтатсам, себебін сұрайсың. Себебін айтсам, кетесің. Мен ол түні ұйықтаған жоқпын. Таң атқанда Дарханның бөлмесіне кірдім. Ол терезенің алдында тұр екен. Жүзікті ұстаттым. Мынау сенікі, әкең саған қалдырған. 20-ға толғанда бер деген. Сен 20-ға 10 айдан кейін толасың. Бірақ мен бір күнде күте алмаймын. Ол алды. Саусағына салып көрді. Дәл келді. Апа, сен енді түнде бармайсың ба? Жоқ, дедім. Мен енді таптым. Айтуым керек тағы бір нәрсе бар. Мен Күлән апаны үйден шығарған жоқпын. Ол қазір де сол бөлмеде жатыр. Мен әлі де аяғын уқалаймын. Дәрісін беремін. Кейбіреу мені түсінбейді. Ол сенің 19 жылыңды ұрлады дейді. Ұрлады, рас. Бірақ мен енді бір нәрсені білемін. Ерсін қорғаймын деп үндемеді. Мұрат аманат деп үндемеді. Күлән апа жалғыз қалмайын деп үндемеді. Мен сенбейді деп үндемедім. Төртеумізде бір нәрсені істедік. Төртеумізде ертеңде қалдырдық. Ал ертең деген күн кейде келмейді. Ал сол көк көйлекті мен лақтырып тастаған жоқпын. Ол әлі сол қалтада тұр. Өйткені ол көйлек ят емес. Ол көйлек менің 45 жасымдағы тірі денем. Жесір келін деген екі сөздің астында тыншығып жатқан әйел. Ерсін мені жерледі деп ойлаған жоқ. Ал мен өзімді өзім жерлеп қойған екенмін. Оны қазып алу үшін маған 19 жыл керек болды. Ал енді сізден сұрайын. Ең кінәлісі кім? Ауруын жасырған Ерсін бе?
аманатты жеткізбеген Мұрат па? Жалғыздықтан қорыққан Күлән апа ма? Әлде түнде қаланы кезген мен бе? Пікір қалдырыңыз. Мен әр қайсысын оқимын. Ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі әңгімеде кездескенше аман болыңыз.